Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен өзімізге қажетті заттар дайындап аламыз. Ол үшін бізге 1 стакан жылы су, 1 стакан сүт, 1 стакан шекер және ашытқы қажет болады. Осылардың барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Біздің массамыздың бетіне ашытқымыз осылай көпіршік болып шығуы қажет. Одан кейін сұйық майымызды құямыз, 2 жұмыртқамызды саламыз. Сосын шым-шым тұзымызды саламыз. Барлығын салып алғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң, дайындап қойған електен өткізілген ұнымызды массамызға салып, қолымыздың көмегімен жақсылап июі қанғанша илейтін боламыз. Салған ұнымыз аз болатын болса, кішкенеден салып отырып илесеңіздер болады. Бізде осылай жұп-жұмсақ қамыр шығуы керек. Бұл дайын болған қамырымызды 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Көтерілген қамырымызды қолдың көмегімен және оқтаумен де жайсаңыздар болады. Кішкене бетіне ұн сеуіп, қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа сантиметрде жайып аламыз. Қамырымызды жақсылап жайып алғаннан кейін, бөлме температурасында тұрған сары майымызды қамырымыздың бетіне біркелкі ғып жағатын боламыз. Сары майымыз жан-жағына барлық жаққа тегіс болып жағылу керек. Ол міндетті түрде. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түрлі салмалар салсаңыздар болады. Мен ұнтақталған дашын мен шекерді араластырып, қамырымыздың бетіне септім. Негізі тек шекердің ғана өзін сепсеңіздер де болады, бірақ дашынды араластырып себетін болсаңыздар, иісі мен дәмі өте керемет болып шығады. Шекерімізді жан-жағына барлық жеріне сепкеннен кейін, қамырымызды шетінен бастап осылай орайтын боламыз. Орап алғаннан кейін видеодағыдай кесіп табамызға орналастыратын боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Бәліштерімізді орналастырып алғаннан кейін, көтерілуге 15 минутқа тағы да бетін жауып қойып қоямыз. Біздің бәлішіміз 15 минут тұрды. Осылай үлкен болып көтеріледі. Сосын бетіне жұмыртқа жақсаңыздар болады. Жақпасаңыздар да болады. Қызып тұрған пешімізде 160 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Біздің бәліштеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.